сіздермен бүгін біз осындай керемет лағманның қамырын жасайтын боламыз. Өте жіңішке болып шығады, әрі жылдам дайындалатын болады. Алдымен бізге 450 грамм, 500 грамм ұн қажет болады. Осы 450 граммнан 500 грамм ұнымыздан 1,5 келі қамырдың тістісі шығатын болады. Жұмыртқа, тұзымызды, керегенше суымызды құйып, осылай жұмсақ емес, тастай қатты емес етіп, осылай қамыр жасап алатын боламыз. Қамырымызды 5 минутқа тындырып қоямыз. Тынған қамырды алып, қолымызбен майлап шамалы оқтаумен жайып алатын боламыз. Жайылып болған соң осылай бөліктерге бөліп алатын боламыз. Жіңішке етіп кесетін боламыз. Бірінші реттік май жағу. Кесілген қамырларымызды осылай қолмен майлап созып шығатын боламыз. Көп күш жұмсамай, шамалап қана майымыз жағып, осылай 2 бөлікке жинап алатын боламыз. Жайылып болған соң бетіне пленкамызды жауып 5 минутке қоятын боламыз. 5 минуттан соң алып, қайтадан осылай екінші реттік май жағу, яғни қолымызды шамалап майлап отырып, қамырымызды осылай жайып аламыз. Осылай барын жайып болған соң, бірден 3-ші реттік май жағуға өтеміз. 3-ші реттік май жағуды осылай жіңішке болады. Соңғы созуымыз бұл. Майдың астында көп тұрмау керек, сол кезде қамырымыз бөлініп кетпейтін болады. Осылай майда етіп созып шығатын боламыз. Қамырлардың барлығын осылай жіңішке етіп созып болған соң, қайнап тұрған суға жарты қасық тұз салып, қамырларымызды осылай салып пісіріп аламыз. Қамырды ыстық суға салған бойдан вилкамен осылай ажыратып аламыз, бір-біріне жабысып қалмау үшін. 5 минут қайнатып алған соң, мұздай суға салып, осылай мұздатып аламыз. Құрғақ ыдысымызға салып, шамалап қана майлап қойсаңыз, қамырларыңыз бір-біріне жабыспай тұрады. Лағманымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер.